Таңғы асқа pp сырники жасаймыз. Бір өзгешелігі ішіне горка шоколад қосамыз. Және осы шоколадпен дәмі өте керемет шығады. Біреуінің өзі тойымды. Бізге ең бірінші керегі аз процентті творог, және де 3 қасық күріш ұны, 1 жұмыртқа және қант алмастырғыш. Қант алмастырғыш менде фитбарат 2 дана ғана қостым, және де жақсылап араластырдым. Дәл осындай формаға келтіріп алып кесеміз. Формасы дөңгелек әрі әдемі шығу үшін дәл осылай ұнға аунатып формасын келтіреміз. Қазақстан горка шоколадын мен 4 сырникиге ғана қостым. 2 ломтикті 4-ке бөліп, 4-еуіне саласыз. Қызып тұрған табаны зәйтүн майымен майлап, сырникиді саламыз. Баяу отқа қақпағын жауып 15 минутқа қызарғанша күтеміз. Дәл осылай қызарғаннан кейін тағы да қақпағын жауып 15 минут күтесіз. Дәл осылай жұмсақ әрі өте тойымды шығады. Міндетті түрде таңғы асқа жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, лайк және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!